Бауырсақ ертегісі. Ерте заманда бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Бір күні шал кемпіріне: «Маған бауырсақ пісіріп берші», дейді. Кемпірі: «Неден пісіремін, көп болды, үйде ұн жоқ», деді. «Әй, кемпірім-ай, сен қамбаны сыпырып қуыс мүйсің қырна, осылайша қалған-құтқан ұнды жина», дейді шалы. Бауырсақ тегіс, домалақ, сырты қызарыңқырап, әп-әдемі болып піседі. Кемпір бауырсақты суытуға терезе алдына қояды. Бір өзі жатып жалыққан бауырсақ жан бітіп, жерге түсіп әрі қарай домалай жөнеледі. Осылай домалаған күйі қалың қараңғы орманға келіп, оған қоян кездеседі. Қоян айтады: «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін». Бауырсақ оған былай деп жауап береді: «Қоян, сен мені жемей тұра тұршы, мен саған ән айтып берейін». «Айта ғой», дейді қоян. «Мен атамнан қаштым, мен әжемнен қаштым, мен енді сенен қашып кетемін», деп әрі қарай домалап қашып кетеді. Осылайша бауырсақ әрі қарай домалап жөнеледі. Қоян оны дұрыста қарап үлгермей қалады. Бауырсақ жалғыз аяқ жолмен домалап келе жатса, оның алдынан қасқыр шығады. «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін». Бауырсақ айтады: «Қасқыржан, мен саған өлең айтып берейінші, мені тыңдашы», дейді. «Ал айтсан айт», дейді қасқыр. «Мен атамнан қаштым, мен әжемнен қаштым, мен қояннан қаштым, енді қасқыр сенен де қашып кетемін», дейді де әрі қарай домалап қашып кетеді. Осылайша бауырсақ әрі қарай домалап, орман ішімен домалап келе жатса, оның алдынан аю шығады. «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін», дейді аю. Бауырсақ болса: «Жоқ, аюке, сіз мені жемеңіз, мен сізге ән айтып берейінші», дейді. «Ал айтсан айта ғой», дейді аю. «Мен атамнан қаштым, мен әжемнен қаштым, мен қояннан қаштым, мен қасқырдан қаштым, мен енді сенен де қашып кетемін, аю», деп әрі қарай домалап қашып кетеді бауырсақ. Осылайша бауырсақ әрі қарай домалап жөнеледі. Бауырсақ домалап келе жатса, алдынан түлкі шығып: «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін», дейді түлкі. Бауырсақ: «Түлкі, сен менің не айтатынымды тыңда, мен саған ән салып беремін, тыңдайсың ба?» дейді. Бірақ қу түлкі былай деп жауап қайтарады: «Мен сенің айтқаныңды тыңдар едім, бірақ қазір қартайып, құлағымның естуі нашарлап жүр. Тұмсығыма отыр да айта ғой». Түлкінің тұмсығына отырып, бауырсақ әңгімесін бастайды. «Мен атамнан қаштым, мен әжемнен қаштым, мен қояннан қаштым, мен қасқырдан қаштым, аюдан да қаштым. Енді түлкі, сенен де қашып кетемін». Осыны айтып үлгергені сол-ақ екен, түлкі аузын ашып, тістерін ақситып, бауырсақты жұтып жібереді.